өмірге ұсынып адаласын. Ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты. Аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым. Дәл қазір тікелей толқында өнегелі отбасы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз отбасы және денсаулық. Микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Омар аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бірінші байлық денсаулық дейміз. Бірақ осы сөздің байыбына көп адам бара бермейтін сияқты байқап отырсақ, жасырары жоқ. Күні бүгінге дейін небір ғұлама ғалымдар, біліктілігі күшті дәрігерлер де денсаулық деген не деген сұраққа әлі толыққанды, тұшымды, дәл анықтамасын бере алған жоқ шындығына келген кезде. Денсаулық дегеніміз не? Өзіңіз қандай анықтама берер едіңіз, Омар аға? Жақсы. Адам өзі екі нәрседен тұрады. Абай атамыз айтады, бала дүниеге келген екі түрлі мінезбен туады дейді. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам, бұл тәннің құмарлықтары дейді. Екіншісі, көрсем, білсем, бұл жанның құмарлықтары дейді. Енді осыдан бастап біз білдік, адамда екі нәрсе бар, олар сау болуы мүмкін, кеселге ұшырауы мүмкін. Яғни тән саулық. Егер біз ішсем, жесем, ұйықтамасамды бермесеңіз, тәніңіз ауруға ұшырайды. Егер жаныңыз көрсем, білсемді бермесеңіз, жаныңыз ауруға ұшырайды. Осы екеуін қосқан кезде денсаулық шығады. Ден деген сөз жалпы көбі деген сөз, барлығы деген сөз. Мысалы, осы отырған аудиторияда дені қыздар десек, ұлдарға қарағанда дені қыздар, немесе дені әйел адамдар, немесе дені еркек адамдар дейміз. Дені дегеніміз көбі, барлығы деген сөз мағынаны білдіреді. Сондықтан бізде көбінесе мұндай көзқарас қалыптасқан, денсаулық деген кезде біздің дәрігерлеріміз тек адамның тәнін ғана ойлайды да, жанын ұмытып кетеді. Ал қазақтың өзінің тілі айтып отыр, егер адам психологиялық ауытқуға ұшыраса, оны мына адамның дені дұрыс емес дейді. Немесе бір адам бір оқыс ақылға қонбайтын сөз айтса, қазақ айтып жатады, сен өзің денің сау ма, денің дұрыс па деп айтып жатады. Осыдан ақ байқадық. Сонда денсаулық дегеніміз ол жан мен тәннің саулығы. Негізгі анықтама осы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшыларының дерегі бойынша халық денсаулығының 49-50% өмір салтына, яғни адамның өз денсаулығына қалай қарайтынына тәуелді екенді, 17-20% қоршаған орта ерекшеліктеріне байланысты екен. Жалпы деннің саулығы неге байланысты? Енді біз өзіміздің аталарымызға сүйенеміз ғой. Мынау денсаулық неге байланысты дегенде, қазақтың ғұламасы, әулиесі Мәшһүр атамыз айтады. Адамның денсаулығы адамның деміне байланысты дейді. Деміне. Қазақ азу айтады дейді, бір дем әрі, шын бір дем бері. Кірген кезде қызылған болып кіреді, шыққан кезде қараған болып шығады дейді. Адамның осы бүкіл өмірі осы деміне ілініп тұр дейді. Сондықтан қазақ өзі данышпан халық қой. Адам осы дүниедегі сапарын аяқтап, о дүниеге аттанғанда демі таусылды дейді. Немесе демі үзілді дейді. Жалпы күш, қуат, энергия деген мағынаны білдіреді. Мысалы, дем берді дейді, мысалы, дем алды дейді, мысалы, Мысалы, дем алды дегенге біз ойлаймыз ғой, адам жай жатыр деп. Жоқ, ол дем алды дегенде күш, қуат жинап жатыр деген сөз. Сонда осы дем адамның жаңағы демінің қуатты болу үшін, яғни адамның өмір сүру үшін екі демге байланысты дедік қой. Осы демнің қуатты болу үшін 6 нәрсе керек дейді. Мәшһүр атамыз айтады. Оның бірінші дейді, таза ауа дейді. Сіздер білесіздер, мынау адамның қызылған болып кіреді дегеніміз, оттегі кіреді екен, біз демалған кезде, ол бүкіл денені аралап шыққан кезде қараған болып шығады екен, көміртегі болып шығады екен. Сондықтан біздің кейде біз тар, ауасы лас бөлмелерде отырып қалған кезде басымыз ауыра бастайды. Бұл не дегеніміз? Бұл мынау оттегі жетіспегендіктен біздің жаңағы басымыз ауыра бастайды. Сонда Мәшһүр атамыз айтады, егер адам тіпті сал ауру болып жатса да, оны күніне бір мәрте қолтықтап болсын далаға бір рет шығару керек дейді. Таза ауаның өте маңызы зор. Және ең бастысы ғалымдар мынадай бір зерттеу жүргізген екен. Мысалы, күн шықпай тұрып, адам тұрып таң намазын оқып далаға шығып күндік қарсы алатын болса, ең құрмағанда жарты сағат, ол адамның өмірі 30%-ға ұзарады екен. Яғни күндік қарсы алмайтын адамдарға қарағанда. Сонда ол ана таңғы шапақтың, таңғы таза ауаның адамның денсаулығына беретін пайдасы өлшеусіз екенін ғалымдар айтады. Екіншіден, бұл қозғалыс дейді.
және жай қозғалыс емес, үстін қозғалыс дейді. Үстін дегеніміз динамика. Мысалы үстін дейміз ғой, өсіп отыратын. Сондан адамның егер өмір сүргісі келсе, адам қозғалу керек. Біз қазіргі кезде цивилизацияның ең бір үлкен ауруына тап болдық, бұл қозғалмайтын ауруға ұшырадық. Біз таңертең үйден шығамыз, машинамызға мінеміз, офисқа келеміз, отырамыз, кешке қарай машинаға тағы мінеміз, үйге келеміз, жатамыз, телевизорды қараймыз, соны ұйықтаймыз. Қозғалыс жоқ. Сондықтан қазіргі адамдардың негізгі проблемасы қозғалыстың жоқтығы. Оны гиподинамия деп атайды қазіргі кезде. Қазіргі кездегі мынау өзі ежелгі гректер айтқан екен, қозғалыс бұл өмір деген. Немесе қазақ айтады, басында жан мен дене екі басқа, Шәкәрім атамыздың өлеңі ғой, басында жан мен дене екі басқа, жан шыдап тұра алмайды қозғалмасқа дейді. Дене сауыт сықылды, жанның орны оғанда күту керек бұзылмасқа деп айтады. Сонда жанның негізі қасиеті қозғалыста екен. Адамның жаны қозғалысын тоқтатқан кезде жаны өледі екен. Яғни адам нәпсі сөйледі, яғни адам денесі солады, денесі тоқтатады өмірін. Сонда қазақ айтады, жаның бар ма? Мына бейшара өліп болған ба? Қозғалсайшы дейді. Немесе бір адамдар егер бір қозғалмай, бір жалқаулыққа беріліп, харекетсіздікке беріліп атса, айтады, неге қозғалмайсың? Тірі адам тіршілігін істемей ме деп айтады да. Сонда қарасаңыздар, қозғалу керек екен. Қозғалған адам, Шәкәрім атамыз мықты айтады да, қозғалмаған нәрсе көшпейді дейді. Көшпеген нәрсе өспейді дейді. Сондан біз өмір бойы өсіп отыруымыз керек. Біздің жанымыз өсіп отырады. Мына жан өскен сайын тән де өсе береді. Сол жанымыздың өсуі үшін қозғалыс керек екен. Жанымызды қозғалысқа түсіретін нәрсе, тәнімізді қозғалысқа түсіретін ол қимыл қозғалыс қой. Біз әдетте ойлаймыз ғой, жан бөлек, дене бөлек деп ойлаймыз. Бұл үлкен қателік екен. Өйткені тәнімізбен Шәкәрім айтамыз айтады ғой, тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр дейді. Бұлар бәрі-бірімен байланысты. Сондан біз егер жалқаулыққа салынып, тәнімізді қозғалтпасақ, біздің ақылымыз да, жанымыз да зардап шегеді екен. Сондан қозғалмай жатып, семіріп кеткен адамдардың да ақылы шау тартып, интеллектісі зардап шегіп, интеллекті төмендеп кетеді екен. Және әртүрлі депрессияға ұшырайтын біз қазір байқап жүрміз. Үшінші бір нәрсе бұл жақсы тамақ дейді. Қазақ өзі айтады, дем күшті болу үшін жақсы тамақтың орны ерекше, бұның пайдасын ұшан теңіз екендігін айтып жеткізуге тіпті тілмен айтып жеткізе алмаймыз. Неге өйткені қазақ айтады, ауру астан дейді. Дау қарындастан дейді. Сонда ауру астан деуін қазір ғалымдар дәлелдеп отыр. Қазақ өзі адамның денсаулығының 90% ауру тамақтанудан болады екен. Сонда қазақ айтады, жақсы тамақ тұрған жерде жаман ауру тұрмайды дейді. Міне сонда бұл қазіргі кездегі ғалымдар айтып жатыр ғой. Мына Шорманов айтады, біздің қазақтың бірінші диетологы Шорманов академик, мәдениет дегеніміз ол тамақтану мәдениеті дейді. Біз қазіргі кезде мәдениетті адам дейміз, бірақ ішетіне фастфуд, қалай болса ол тамақтанады, жүрдің бардың тамақтанады, өзінің тамақтануына мүлдем назар аудармайды, не болса соны ішіне тығады, сапасыз заттарды, ГМО алмаларды алады базардан. Бұның бәріне бұл мәдениетсіз адам деп айтуға болады. Неге? Өйткені ол өзінің денсаулығына немқұрайды қарайтын адам. Сондан қазіргі шын мәніндегі нағыз мәдениетті адам дегенде ол натуральды, табиғи, сұрыпталған және ең бастысы өзіміздің қазақи дәстүрлі тамақтандырумен тамақтанатын адамды мәдениет деп атаймыз. Неге? Өйткені бізге мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан біздің физиологиямызға ең жақсы жағатын ол жылқының еті, қымыз, айран, шұбат, құрт. Егер біз осы тамақтар біздің дастарханымызға келсе, қазақтың денсаулығы артады. Өкінішке қарай біздің дастарханымызда бұлар әлі басымдыққа ие бола алмай отыр. Неліктен? Өйткені шын мәніндегі біз қазіргі кездегі қазақ айтады ғой, біреудің қаңсығы біреуге таңсық дейді. Біз біреудің қаңсығын, яғни біздің денемізге сіңбейтін, біздің физиологиямыз қабылдамайтын нәрселерге қызығамыз да. Сөйтіп ауруға ұшыраймыз. Қазіргі кезде көп балаларда не бар? Көп балаларда аллергия бар. Аллергия өте көп. Неге? Бұл қайдан келеді? Бұл жаңағы фанта, спрайт, әртүрлі газдалған сусындар, чипсы, кириешки. Біз балаларымыздың жаңағыдай жылады екен деп соларды әпере береміз. А шынымен де ол ата-аналардың балаларына жаны ашымайды. Неге? Өйткені олар балалары бестен бел шықпай жатып ауруға ұшырап жатыр. Ол ата-аналар қатыгез, жаны ашымайтын адамдар. Мен шын айтайын. Неге? Өйткені қазақ айтады, аясаң аяма дейді. Егер сен ақылың жетіп тұр, бұл балаға зиян. Ол бір жыл айтты қояды, бірақ енді өмір бойы жылап өтеді ғой. Егер ол аллергияға ұшыраса. Ал аллергия деген нәрсе жазылмайтын, өте созылмалы ауру.
Сондан әрбір ата-ана, әрбір қазақтың әйелі ерінбей үйінде айран ашыту керек. Ол міндетті түрде ол үшін ауылда тұрудың қажеті жоқ. Қазір ауылдан қалаға сүт ағылып келіп жатыр. Сондан өзінің үйінде айран ашыт, көже, жаңағы ашымал дейді, құрт жаса. Оған міндетті түрде ауылда тұрудың қажеті жоқ. Сондықтан баланың денің сау болсын десең, өзің дәстүрлі тамақтану, дәстүрлі кухняны бірінші орынға қоймайынша, сенің отбасында денің сау болмайды. Балаларының дені сау болмайды, күйеуінің дені сау, өзің дені сау болмайды. Ал адам дені сау болмағаннан кейін қазақ айтады, ауру адам ұрысқақ, аш адам тырысқақ дейді. Біздің қазіргі кездегі көп адамдар неге жұмыста ұрысқысы келіп жүреді, біреумен тырысып жүреді, неге? Өйткені дұрыс тамақтанбайды. Міне сондықтан біз қазіргі кездегі ол үйде ғана емес, мысалы сіздердің де осы жұмыс орындарыңызда, мысалы осы медиа центрдің өзінде ұлттық тағамға басымдық беру керек. Неге? Өйткені сіздер жұртқа үлгі көрсетіп отырсыздар мысалы. А сіздер мысалы асханаларыңызда ұлттық тағам бар ма? Мысалы деймін да. Болады, ішара болып тұрады, бірақ соған басымдық беру керек. Бұл мәдениеттіліктің белгісі, бұл ұлт денсаулығын ойлаудың белгісі. Бұл үшінші дедік, Енді төртінші бұл тіпті керемет нәрсе, бұл адамның демі күшті болу үшін, бұл көңіл шаттығы дейді. Көңілдің шаттығы. Бұны қазіргі кезде, біздің қазіргі кездегі шетелден келіп жатқан қонақтар, әсіресе батыс елдерінен келіп жатқан қонақтар бірден байқайды, қазақтың көңілі шат емес. Қазақ үнемі түнеріп жүреді, қазақ үнемі төмен қарап жүреді, қазақ үнемі бір-біріне суық қарайды. Неге бұлай күнкештік деген кезде қазақ өзінің бұрынғы дүниетанымын жоғалтып алған. Қазақ бұрын ешқашанда түнеріп жүрмейтін, қабағын түймейтін, қабағын түйу, түнеріп жүру, бұл аса бір қайғылы жағдайды болмаса, қазақтың көңілі шат болатын. Неге? Өйткені қазақ бұрынғы өзінің төл дүниетанымында жақсылық көрсе де, жамандық көрсе де, қиыншылық көрсе де, Аллаға шүкіршілік айтып, көңілін шат қылып жүретін. Бұл көңілін шат қылу, ол ақшаға да байланысты емес екен. Кейбір адамдар айтады, ақша жоқ, қалай көңілімді шат қылам. Бұл адамның психологиясына байланысты екен. Кейбір мысалы миллиардерлер бар, бірақ көңілдері шат емес. Миллионерлер бар, көңілдері. Сонда қазақ айтады, қайғысыз қара суға семіреді дейді. Яғни адам не болса соны қайғырып, неше түрлі дүниенің лас, түкке тұрмайтын нәрселерін басына ауыртып, өзін-өзі қайғыға салып, түнеріп, өзінің денсаулығын құртқанымен қоймай, өзгенің денсаулығын құртып жүргенін біз қазір байқап жүрміз. Сонда пайғамбарымыз айтқан, ең садақаның ең абзалы, ең жеңілі әрі және ең ғибраттысы, ол өзіңнің мұсылман бауырының бетіне жымия қара дейді. Бұл да садақа дейді. Күле қара дейді. Әрбір әйел таңертең тұрған кезде күйеуінің бетіне, балаларының бетіне жымия қарасын. Қайырлы таң, жатарда сондай бір жақсы тілекпен, әрбір жолдас, әрбір күйеу өзінің әйелінің бетіне, балаларының бетіне күле қарасын. Отбасындағы шаттық орнамай, ол отбасында денсаулық болмайды екен. Сондан Машһүр атамыз айтады, қазақ айтады дейді, ит өз құйрығын өзі көтеріп жүрмесе, кім көтеріп жүреді дейді. Сондықтан ешкім сіздің көңіл күйіңізді көтермейді. Оның бар өзіңіз ішіңізде. Сондан оны денсаулықты көтеру үшін, яғни көңіл шат бол, үш нәрсе керек екен. Бұны мен Энтони Роббинстен алдым. Бірінші, біз нені өзгертуіміз керек? Біз өзіміздің денеміздің позасын өзгертуіміз керек. Әдетте, егер сізге көңіліңізге бір қаяу түссе, адам қалай отырады? Төмен қарап отырады, тұнжырап отырады, қимыл қозғалыссыз қалады. Сондан адам тез қимылдай бастау керек екен. Тез қимылдап, қозғалып, қолын көтеріп, секіріп, былайша айтқан кезде сол кезде адамның жаңағы қайғы бұлты сейіледі екен адамда. Сөз бірінші. Бұл яғни қимыл қозғалыс, яғни қозғалыстың шаблондарын өзгертуіміз керек. Екінші өзгертетін нәрсе, бұл біз әдетте жаман нәрсені ойлаймыз. Біреу мені алдап кетті, біреу мені ренжітіп кетті, мені біреу опасыз сатып кетті. Ылғи соны ойлаған кезде адамға жаман ой келеді екен. Адам стресс алады. Сондан керісінше кім мені жақсы көреді? Мені сүйетін адамдар бар бұл өмірде. Мені құрметтейтін адамдар бар деп жақсы нәрселерді ойлау керек екен. Сонда сіз өзіңіздің ойыңызды қай нәрсеге фокус жасасаңыз, сол нәрсе сіздің психологияңызды өзгертеді екен. Сонда қазақ айтады, жақсы ой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсы ой ойлау керек. Өзің жақсы көретін адамдардың туралы ойлау керек. Сол кезде сіздің жаңағы тағы да қайғының бұлты сейіледі екен. Үшінші, және ең бастысы, бұл сұрақ қоя білу өзіңізге. Мысалы, сіз өзіңізге сұрақ қоясыз дейді. Мен неге осы арықтамаймын деп айтасыз дейді. Сонда сіздің, егер сіз сондай ақымақ сұрақ қойсаңыз, сіздің миыңыз айтады, өйткені сен шошқасың деп айтады дейді. Яғни дұрыс сұрақ қою керек. Мысалы, менің сәтті болу үшін мен не істеуім керек деген сұрақтар қоя. Яғни мен артық салмақ тастауым не істеуім керек? Жақсы сұрақтар қою керек дейді. Неге мысалы неге осы менің қолымнан еш нәрсе келмейді? Неге осы менің жолым болмай қойды деп сұрақ қойсаңыз, сіздің миыңыз айтады, өйткені сен идиотсың деп айтады дейді. Миыңыз. Өйткені айтады ғой, сыйға сый, сыраға бал. Қисық қинеге тынық түйме. Дұрыс сұрақ қою керек.
Мен өзім денсаулығымды арту үшін не істеуім керек? Мен өмірде сәтті болу үшін не істеуім керек? Мен адамдармен қарым-қатынасын түзету үшін не істеуім керек деп сұрауымыз керек қой. Міне осы 3 шаблонды өзгертсеңіз, сіз ешқашанда сіздің көңіліңізді қаяу баспайды екен. Ешқашанда сіз стресске ұрынбайды екенсіз. Енді келесі бізде бұл 4-ші дедік қой, енді 5-ші бар. Ең бастысы бұл ұйқы деген бар. Ұйқы. Біз жаңа айттық, ұйқы, тамақ, бұл дененің қажеттіліктері. Бірақ бұл дененің ғана қажеттіліктеріміз, бұл жанның да қажеттіліктері. Неге? Өйткені біз айттық қой. Абай айтады ғой, жан ол дененің ішіндегі мейманы дейді. Тән дененің мейманханасы дейді. Егер мейманхананың, яғни шәкәрім оны сауыт деп отыр, жылу болмаса, жел үрлеп тұрса, төбесі тесік болып самшылап тұрса, сол мейман қандай күй кешеді? Әрине мейман да жайсызданады да. Сондықтан біздің осы дұрыс ұйықтауымыз, ол біздің бір күнгі сәтті өмір сүруіміздің, күніміздің табысты болуының алғы шарт екен ғой. Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, адам дейді, ұйқы мен ояулықты қалпынан асырмай тәрбиелеу керек дейді. Негізі бізде ұйқыны тәрбиелеу деген ұғым жоқ қой бізде. Біз мысалы қалай біз сол ұйықтаймыз? Қалай тәрбиелеу керек? Ол үшін біз үйретуіміз керек. Біріншіден, ең басты нәрсе осы қазақтың дүниетанымындағы күндіз ұйықтамау керек. Әсіресе ақ пен қызылдың арасында ұйықтамау керек. Ақ пен қызыл деп, ақшам кіреді ғой. Ақшам кіргеннен кейін шам жамырап, құптан кіргенге дейін уақытта ұйықтауға болмайды. Бұл кезде жалпы дінде айтады, жын шайтандар оянады дейді. Қазақта бейуақыт. Бейуақыт дейді. Қазақтың негізі ата-бабаларымыз сол балаларды үйге қуып тығады екен осы кезде, үйге кіріңдер деп. Ұйықтамақ түгіл, түсінсіз бе? Жынға қағып кетеді дейді екен, яғни шын мәнінде өзіміздің басымызда да болған, талай рет ұйықтап қаласың шаршап келіп, мең зең болып тұрасың, басың зеңіп, өмірден түңіліп, неше түрлі суицидтік ойлар келеді басыңа. Ақшамда ұйықтауға болмайды. Бұл бір. Екіншіден, ұйқыны тәрбиелеу үшін ең бастысы ерте тұру керек. Ал ерте тұру үшін ерте жату керек. Жалпы мынау адамның өзінің өмірі күн фазасында және ай фазасында өтеді. Мысалы, күн батты ма, хуптан деген сөз парсы тіліне аударғанда тәннің демалу деген, тәннің ұйқыға кету деген сигнал екен ғой, белгі, жат деген сөз. Жалпы дінде хуптан оқыдың ба, жату керек. Әрі-бері жүріп алу ол әдепсіздік болып есептеледі. Сонда қазақ айтады, жаман үй жатып болмайды дейді. Күн батты ма ұйықтауыңыз керек. Күн батты ма 9-10 күнмен бірге ұйықтауыңыз. Сонда мынау адамда гормон өсу гормоны деген болады екен, 25-ке дейін адамды өсіреді екен, гормон роста. Мынау балаларды егер 10-ның кезінде ұйықтатса, негізі бұрын кезде совет үкіметі кезінде мына спокойный ночи малыши деген болады, содан кейін балалар ұйықтайтын баю-баюды. Бұл өте керемет дәстүр, 9-10-ның кезінде ұйықтататын. Сонда гормон роста сол 10-нан бастап түнгі 2-ге дейін жұмыс істейді екен ғой. Сонда ана балалар өсіп шығады екен кәдімгідей. Өсіп тұрады екен тұрған кезде. Ал егер ол кезде жатпай бала жүріп алса, ол бала оның өсуіне кері әсер етеді. Ал 25-тен кейінгі жаңа гормон роста, яғни 10-нан бастап 2-ге дейінгі кезең бұл адамды зат алмасу, метаболизм процесін, зат алмасу процесін жақсартады екен. Адам егер 10-ға дейін ұйықтап қалса, таңертең тұрғанда 300, 400, 500, 600 грамм жүдеп тұрады екен. Түсінесіз бе? Анау гормон роста әсер етеді. Ал енді ғалымдар дәлелдеп отыр, 10-нан бастап ұйықтасаңыз, 12-ге дейінгі әрбір сағатыңыз ең сапалы уақыт болып есептегенде 1 сағатың 2 сағатқа тең болады екен. Сосын онда жатсаңыз, сіз 5-те мемлекетін тұра бересіз. Неге? Өйткені 5-ке қарай күн шығады, сахар уақыт дейді, бұл дұғаның қабыл болатын уақыты. Осы кезде дәретіңізді алып дұға тілесеңіз, Алла, шын тілесеңіз, жылап тілесеңіз, Майлы Қожа айтады ғой, ер тілеуін береді, ерте тұрып еңіресе дейді. Біз Құдайдан сұрауымыз керек. Осы дұғаның қабыл болатын кезі осы екен ғой. Міне сондықтан баяғыда кімді алып келеді ғой? Байғызды патшаға, Сүлеймен патшаға. Сонда байғыз кемеға, не кемеға қандай мен есептедім, есеп ойладым. Не ойладым дегенде, дүниеде өлі адам ба, тірі адам ба көп па деп ойладым. Сонда кім көп? Өлілер көп екен деп айтты. Неге десе, өйткені күнді шығарып ұйықтап жатқан адамдардың бәрін өлілердің қатарына қостым деп айтты дейді. Неге? Өйткені ол ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған қатынның бірісі артық дейді. Яғни адам ерте тұрса, қатынның ісі бітеді екен, еркек ырысқа, яғни күннің энергиясына ие болады екен ғой. Сондықтан қазіргі кездегі біздің негізгі қазақтың денсаулығы дұрыс болу үшін біз ерте жатып, ерте тұруымыз керек. Мұны соны Мәшһүр Жүсіп атамыз айтып отыр. Сондан егер адамдар қазіргі кезде ғалымдар дәлелдеп отыр, ұзақ өмір сүретіндер, 110, 120 өмір сүретіндердің барлығы аз ұйықтайтындар екен негізі, көп ұйықтайтындар емес. Көбінесе 4 сағат, 5 сағат тәрбиелеген, бірақ оған біртіндеп келу керек. Әдетте қазіргі кездегі 8 сағат қой, бірақ ақырындап адам жасы келген сайын бұл ұйқы азая береді. Тәрбиелеуіңізге байланысты. Енді 6-шы. Ең бастысы 6-шы бұл бізге зиян тигізетін, бұл бізде өкпе,
біз өзі қазақ айтады ғой, қазақтың өзі қазір біз өкпелегіш болып кеттік қой. Не болса соған өкпелейміз да, өкпелемеу керек ешкімге. Неге қазақ айтады, өкпеге қиғанын өлімге қиғанын дейді да, қазақ айтады. Қазақ айтады, қазақтың өкпесі бөз дейді, дәрісі сөз. Біз өкпелемеуіміз керек бірімізге. Неге өкпелейсің сен? Өкпелесең өзіңе өкпеле, сөзсіз бе? Біз көбінесе біреуді кінәлаймыз, біреуге өкпелейміз. Содан өкпе, реніш, қорқыныш, үрей деген нәрселерден аулақ болу керек дейді. Сонда адамның демі қуатты болады екен. Міне сондан бізде қазір кезде көбінесе біз кімге ренжиміз, біреуге ренжиміз, өзіміз сәтсіздігімізді біреуден көреміз, өкпелеп жатамыз. Бұның бәрі өзің танымағаннан. Өкпелесең өзің өкпеле, ренжісең өзің ешкімді кінәлі емес. Бәрін өзің кінәлісің. Сондан Сұлтанмахмұт айтқандай, жақсылық көрсең өзімнен, жамандық көрсең өзімнен, Құдай қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Ешкім кінәлі емес сізге. Сіздің мысалы көңіл күйіңізді біреу көтеруге де міндетті емес, өзіңіз көтеруіңіз керек. Керісінше сіз өзіңіздің көңіл күйіңізді көтеріп жүрсеңіз, керісінше басқа адамның да көңіл күйін көтересіз. Ешкімге ренжімеңіз. Неге? Өйткені бәріне өзіңіз кінәлісіз. Сондан Құранда айтқан, Құранда бар, кез келген басыңызға түскен проблема ол сіздің қолыңызбен істелген іс дейді. Біздің нәпсіміз күшті болғаннан кейін біз көбінесе басқадан көреміз ғой. Бәрі кінәлі, өзіміз сүттен ақ, судан таза болып жүргіміз келеді. Иә, расында да. Өкпелесең талай тойдан қаласың дейді. Омар аға, ары қарай жалғастырсақ, жалпы денсаулықты жақсартатын тағы бір дүние айтамын дейсіз. Жақсы, мынау ғұламалар айтады, иманды намаз сақтайды, немесе бекітеді дейді. Иә? Ғылымды кітап бекітеді дейді, сақтайды. Денсаулықты садақа бекітеді дейді. Садақа. Малды зекет бекітеді дейді. Сақтайды немесе. Сонда қарасаңыздар, садақа. Машһүр Сүбатамыз айтады, адамның 12 мүшесі бар. Қазақ айтады, негізгі байлық, бірінші байлық денсаулық, 12 мүшең сау болса, кедеймін деп айтпа дейді. Сондықтан адам өзінің бір күннің ішінде өзінің 12 мүшесіне 12 садақа беріп үлгеру керек екен. Сонда адамның дені сау болады. Бұл жалпы мынау садақа ол денсаулықты арттырып қана қоймайды, бұл адамның өмірін ұзартады. Негізінен мынау сіздер білесіздер, адамның өзі, бізде мына эмбриология деген ғылым 19 ғасыр дүниеге келсе, біздің өзіміздің ата дінімізде, ислам дінінде бұл Құран түскеннен бастап бұл ілім пайда болған. Адам 40 күн су, 40 күн қан, одан кейін 40 күнде адамның еті мен сүйегі бітеді екен. Осы кезде екі періште келіп 3 нәрсе жазады дейді. Оның жаңа ғұмырының ұзақтығын жазады екен. Бақытты бақытсыз ғұмыр кешуін және ризығын жазады екен. Ризық деген жейтін нанын. Адам өлмейінше ол ризық таусылмайды. Қазіргі кезде көп адамдар балаларға аборт жасатып жатады, түсік. Неге? Осы фундаменталды нәрселерді білмегеннен. Неге? Әрбір бала дүниеге өзінің нанын ала туады екен, ризығын. Сонда осы кейбір адамдарға ұзақ не қысқа ғұмыр жазылса да, бірақ егер адам өз өмірінде садақа жасса, садақа деген негізі жақсылық жасау да, шын ниетімен, сыдық деген, шыншыл деген сөз ғой. Сол кезде адам, Алла тағала, адам ол Рахман Рахим, ол мейірімді, адамның ғұмырын ұзартады екен. Тіпті мысалы сондай бір қазақта бір сөз бар, садақа дейді да. Неге? Өйткені біреудің үйі жанып кетеді, мысалы біреудің малы үйелеп өледі, қазақ садақа дейді. Неге? Өйткені Алла тағала мейірімділігі сондай, адамға келген тіке келіп тұрған пәлені малына, мүлкіне жібереді екен ғой. Сондан адам егер өзі садақа жасаса, мысалы күніне 12 рет, мысалы қазіргі кезде өмірде садақа жасау деген біреулер ойлайды, міндетті түрде ол ақша беру деп те. Міндетті емес. Садақа дегеніміз ол жылы көзқарас, жақсы ой, комплимент, мысалы айтатыныз. Егер машинада жүрсеңіз, мысалы алдыңызда келе жатқан машинеге орын беру, босатып қоя беру, ерегіспеу, ол да садақа. Мысалы әсіресе машинада отырған шопырларға үлкен мүмкіндік бар да, күніне мысалы қысылып тұрған, сұрап тұрған адамнан 12 машинаны алдыңыздан жіберсеңіз, деніңіз сау болады. Неге? Өйткені қазақ айтады, кең болсаң кем болмайсың дейді. Құдайдың жолы, кеңдік жолы, ерегіспеу керек. Сондан ол садақа деген не? Студенттерге мен ылғи айтамын. Осы мектептің балаларына, осы кейде осы тақта сүртілмей қалады. Жүгіріп барып тақтаны сүртіп қойсаң, шүберекті жуып қойсаң, борды әкеп қойсаң, ол да садақа да. Садақа. Үлкен кісі келсе киімін ал, мәсісін сүртіп қой, галошын жуып қой, қазір лай болып отыр ғой енді. Бұл да садақа. Автобуста орын бер, атып тұрып, міне бұл да садақа. Сонда жақсылық қылсаң өзіңе. Біз ойлаймыз ғой садақаны біреуге жасаймыз деп. Үлкен қателік, өзіңе жасайсың. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе, аспанға қарап оқ атпа, қайтып жер көзіңе дейді. Адам не істесе де өзіне істейді. Осыны біз ұғуымыз керек. Омар аға, сөзіңіз аузыңызда, хабарласқан тыңдаушы бар екен, қабылдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Омар бауырыма үлкен алғысымды айтайын деп едім. Діни ғылыми
әңгімесінен бұл өте қажетті нәрсе ғой. Әр жұмада ма, әр бейсенбіде ма Омар бауырымды шақырып, осындай жақсы передачаларын беріп тұрсаңыздар екен. Рахмет аға, хабарласқаныңызға. Әрине күн сайын 12 мен 1-дің арасында осындай сүбелі сұхбаттар жүреді. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар ғой деймін. Қабылдасақ. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Мен Омар бауырыма үлкен рахметімді айтайын деймін. Өзі керемет адамды мына мұсылмандыққа, жақсылыққа баулап, радионы мына көлік ішінде тыңдап отырмыз, өте керемет. Осындай бағдарламалар көп болса, жаңа бір ағамыз айтып өтті ғой. Сол ағама қосыламын енді. Омар бауырым керемет екен. Осындай азаматтар көп болса, шіркін жақсылық көп болып, жамандық аз болушы еді. Рахмет. Шығармашылық табыс деймін. Рахмет аға, хабарласқаныңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Бізге толассыз тыңдармандар хабарласуда. Қабылдасақ тағы бірін. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Тыңдап отырмыз аға. Ассалаумағалейкум, Омар бауырым. Уалейкумассалам. Омар бауырым, рахмет. Ұлағат сөзіңізге. Қазақта жақсы сөздер ғой, жақсы менен сөйлессең, қиялыңды оятады дегендей. Жақсы келешекке деген бағытыңыз, бағдарлығыңыз бәрі қазақтың жүріп өткен жолы. Абай десең қазақ, қазақ десең абай тұратын мәңгілік. Мұқағали айтқандай абай жеп алай деп. Осы бір ұлы биікте жүруге халқыма ұлағат сөзіңізге рахмет. Жолыңыз, бағытыңыз бәрі дұрыс. Осы жолды осы жаңаға бауырым айтқандай көбірек болса екен деген тілек. Келешегіңізге, жолға алған бағытыңызға миллиондаған қазақ жүреді деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет аға, Алла разы болсын. Сізге де рахмет. Әрі қарай жалғастырсақ, Омар аға, денсаулықты жақсартуға тағы не септігін тигізуі мүмкін? Біз айттық қой, адам жан мен тәннен тұрады дедік. Әрине, тәні саудың жаны сау, оған дау жоқ. Тәннің жанын Мәшһүр атамыз нәпсі деп атайды, нәпсі. Тәннің жаны екен ол. Ол бір мініс атың дейді. Оны баптап ұста дейді. Яғни оны не артық қылмай, не кем қылмай азығын беріп отыр. Неге? Өйткені сен егер сол тәніңді дұрыс күтпесең, осы өмірге келген жаның өзінің азығын алмай қалады екен. Жан өзінің миссиясын орындай алмай қалады. Жан өзінің міндетін алға қойған мақсаттарына жетпей қалады екен да, адамның ғұмыры қысқа болып қалады екен. Үлкен фундаменталды егер ойларға келетін болсақ, Алла тағала айтады, мен сендерге жандарыңды аманат қылып бердім дейді. Уақытша бердім дейді. Уақытша кейін алам дейді. Сонда исламның қуаттылығы неде? Адамның жаны қандай аманат болса, сол жанның мейманханасы уақытша орны тәнде аманат екен ғой. Сонда да нағыз мұсылман ол тәні мен жанын бірдей күту керек екен. Сосын біз көңіл күйдің шаттығы немен байланысты дегенде, сонда Шәкәрім атамыз айтады, ал енді сипатталық көңілді біз ескеріп, бұл сөзімді жақсы ұғыңыз, жан мен дене қосылған ерлі қатын екеуінен туады көңіліміз дейді. Сонда көңіліміздің жақсы болуы, көңіліміздің ауыл жаңағы демді күшейтеді деді ғой, көңіл шаттығы. Бұл тән мен жанның гармониясынан пайда болады екен. Яғни көңіліміз қашан, егер біз тек қана денемізге еріп кетсек, аш көз болсақ, озбыр болсақ, біреудің жолын кесіп кетсек, біреу қиянат жасасақ, онда бізді нәпсіміз қуануы мүмкін, бірақ көңіліміз, арымыз зардап шегеді, біз ауруға ұшыраймыз. Қазіргі кезде көп адамдар шын мәніндегі неге стресс алады, бай адамдар неге өте табысты адамдар сонда стресс алып атады, депрессияға ұшырап атады. Неге? Өйткені олар тәннің азығының жолында жанның азығын, жанды белінен басып, үстінен басып өтіп кетеді, опырып жаңағы таптап өтіп кетеді. Кейіннен бірақ жан оларды сол үшін жазалайды. Адам ауруға ұшырайды. Сондан адамның көңілі күшті болу үшін адамның тәні жанына бағынып отыру керек. Жан, Шәкәрім айтады, жан тыныштығы ол емес, жан тәнге құл емес дейді. Өкінішке қарай бізде қазіргі кезде біздің жанымыз, мәңгілік өмір сүретін жанымыз сол 80, 90, 100 жыл өмір сүретін тәніміздің құлына айналып кетті. Сол ішіп жеу, мақтанның жолында біздің жанымыз үздіксіз қызмет етіп жатыр. Бірақ ол жан, ондай жан банкротқа ұшырайды. Сондықтан не істеу керек дегенде, тәнге өзінің азығын беру керек, жанға өзінің азығын беру керек. Тән үздіксіз, жалғаннан жаратылған тән дейді, Мәшһүр атамыз айтады. Үздіксіз жұмыс істеу керек дейді, мал табу керек. Өзінің тән, ал жан
Құдайдың жаны, ол Құдайға ғибадат ету керек. Екеуі өзінің әр жан мен тән өзіне тиесілі жұмысты атқарса ғана адам гармонияда жарасымды өмір сүріп, адамның көңілі сонда шат болады екен. Егер шын мәніндегі тек қана біз жанның жұмысына ғана мән беріп, тән жұмысын ұмытып кетсек, ол да жаман екен. Ол да ұшқарлық. Ондай адамды мәшһүр атам айтады, ондай адам шайтанның шырмауына ілігеді дейді. Неге? Өйткені жан тек қана намаз оқып, тек қана ораза ұстап, тек қана бітір садақаға сүйеніп алған адам дейді, ол өзі жұмыс істемесе дейді, шайтанның шырмауына ілігеді дейді. Неге? Өйткені ол өзінің құлқын тамағы үшін ақшасы бар адамдарға, малы бар адамдарға көзін сүзіп, тіленіп, арынан абыройынан айырылады дейді. Сондықтан үлкен өнер, Асқар Сүлейменов айтқан ғой, өмірдің өлшемі өнер деген да. Өнер деген парсы тілін аударғанда білім екен ғой. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызар дейді. Ал өмірдің өлшемі өнер, ал өнердің өлшемі ол үнем екен да. Адам өзінің энергиясын сырап қылмай, не болса соған жұмсамай, орынға жұмсау керек. Негізінен мынау қазақта бар ғой, сықырлауық арба көп жүреді дейді. Қисық, жаңағы сынық арба көп жүреді дейді. Неге? Өйткені адам ақырын асықпау керек. Бұл өмірде барлығы өзінің кезегімен бір. Біз асығамыз ғой. Ал Абай атамыз айтады, сен асықтың екен деп Алла әмірін өзгертпес дейді. Дегенің болам екен деп мен қорқамын, көз жетпес. Сонда адам асықпау керек. Сабақ дейін сәтімен сен асыққанмен Алла асықпайды. Өзін дамыт, өзіңді шексіз дамыт, өзіңнің рухыңа азық бер, денеңді шынықтыр, жұмыс істе. Негізінен мынау қазақта бір сөз бар, бізде қазір көп адамдар қиындықтан қорқады. Қорықпау керек. Неге? Өйткені ол қиындық адамды шыңдайды. Мысалы, қазақ айтады, жас дейді, жүрсе қунайды дейді. Жас адам жүру керек та, бет алды жүрмеу керек лағып. Бел мақсатпен жүру керек. Шәкәрім айтады, жүріп, тұрып, ойланып, істеп көрсең, харекеттің білерсің сонда жай. Адамды мынау Алла тағала бізге қуатты жай бермеген, қуатты мал табу үшін берген. Неге? Өйткені малың болмаса, еңбегіңді сатпасаң, еріксіз арыңды сатасың, сөз бе? Сонда Абай айтады, еңбегіңді сат, ар сатып не керек дейді. Көп адамдар қазір еңбегін сатпағандықтан еріксіз арын сатуға мәжбүр. Ол адамның денсаулығын құртады. Неге? Өйткені жаның жүдейді. Енді мынау жанды, біз тәнді семіртуді біз беске білеміз. Оған бізді ешкім үйретпейді. Тамақ ішу, ұйықтау. Шәкәрім атамыз айтады, біз семірттік денені азықпенен, байлап бердік жанды оған қазықпенен. Ұйқы тамақ күліген, сорлы дене құтылар ма осындай жазықпенен дейді. Бұл таза танағы тозаққа апаратын жолда тәнді семірту, нәпсін семірту. Құранда айтады, нәпсілерін ермеңдер, нәпсі жаулар, олар сендерді тозаққа апарады дейді, нәпсі. Сонда сол жанды ана нәпсінің қармағынан, тозағынан, зынданынан құтқарып алсаңыз, сол кезде ғана сіздің шын мәнінде деніңіз сау болады. Ал енді жанды қалай құтқарамыз дегенде, жанды семірту керек екен. Жанды қалай семірту дегенде қазақ айтады, жаным десе жан семіреді. Адам бұрынғы біздің ауылда жүрген қазақтар, мен өзім Қарағандыда болса, Нұра ауданында дүниеге келдім, Маржанкөл деген ауылда, Уызбай деген ауылда, қазір Уызбай деп аты, Маржанкөл ауыл. Сонда мен кішкентай кезімде көрген ата әжелердің бәрі елжіреп тұратын. Жаным сол, қарағым, айналайын, қарғам деп айналып толғам тұрушы еді. Бұны қазақ емін іздеген. Неге сөйтсем, сол әжелердің сөзі адамның жанын семіртеді екен ғой. Міне денсаулық қайдан пайда болды? Сен жанын семіргеннен кейін, сен денің сау, энергияң артады ғой. Сен жұмысты да опырып істейсің. Сен мынау өмірдің қиындықтарын да елемейсің. Сен мынау кер тартпа, кер ауыз адамдардың сөзін де елемейсің. Өйткені жаның семіз да сенің. Сондан екінші бір нәрсе, біз сол мінезді қайта табуымыз керек. Қазіргі біздің үлкен әжелеріміз, аталарымыз автобустың ішінде айналайын, жаным деп айта салса нен кетеді? Бедірейіп тұрмауымыз керек қой, бірімізге жаңағы әкеңді өлтірген дейді ғой қазақ, бірімізге суық болып кеттік біз қазақ. Сонда біздің жанымыз жүдеп жатыр да. Мерекелерде, жай ғана басқа күндерде көршіңе кіріп шық, көршіңді бейсенбілік шайға шақыр, шелпек пісір, Құран оқытқанда подъезд болып араласып, ауыл сияқты өмір сүруіміз керек қой біз. Біз қазір кезде бір подъездде тұрып бірімізді танымаймыз, не істеп жатқанымызды білмейміз, өлі шыққанда ғана білеміз әйтеуір қазақтар тұратын. Бұл ауыр жағдай. Сондан енді екінші бір нәрсе, қазақ айтады, жаным деген жылы сөз дейді. Тон болып, тәніңді жылытпаса да жаныңды жылтады дейді. Ал енді сөздің тоқетері мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, қазақтың әулиесі, адам дүниеге не үшін келген дейді. Адам дүниеге
құлақ сүйсінерлік сөз есту үшін келген дейді. Яғни құлақ қандай сөзге сүйсінеді, ол жүректен шыққан сөзге сүйсінеді. Сонда мына жүректен әңгіме айтатын адамдарды біз көбірек тыңдауымыз керек. Жүрегінен айтатын адамдардың арасында жүруіміз керек, қасында жүруіміз керек. Ең құрмаса қазақ айтады, олар да жақсы адамдар дейді. Жақсы деген элита деген сөзді. Сонда қазақ айтады, жақсы адамның қасында жүрсең дейді, ең құрығанда жақсы түс көресің дейді. Міне сондықтан қазақта өзі дені сау болу үшін жаманнан адас дейді. Иә, жаманнан адас дейді. Адасып кет кәдімгі, қаш дейді. Тіпті қазақ айтады, жапалақ көрсең атып ал, жаманнан басын сатып ал дейді. Адамды құртатын жамандар. Жаман деген сөз не? Жаман деген сөз ол элита емес деген сөз. Өмір болғаннан кейін жақсы адамдар бар, жаман адамдар бар. Теңдік жоқ өмірде. Мынау негізінен біздің қазіргі кездегі біз жақсы мен жаманды айыра алмай қалдық қой. Ол Абайдың кезінен басталған. Сұлтанмахмұт айтады ғой. Абай кезі қазақтың бұзылғаны дейді. Абайдың кезі. Қаралыққа айналып қызылғаны дейді. Сонда мынау адамның қаны бұзылады екен, адам жаман ой ойласа. Адам дұрыс тамақ ішпесе де қаны бұзылады екен. Харам тамақ ішсе де қаны бұзылады екен. Ал қан бұзылу деген не? Көп ұйықтаса да қаны бұзылады екен. Қан бұзылу деген не? Қан ол жүрекке барады, жүрек оны қайнатады дейді. Машһүр атамыз айтады, ол барып миға барады дейді. Бу болып миға барады. Жаман ой деген содан пайда болады екен. Ал сол шайтан деген жігіттер енді біліңдер, ол бет емес, бүрге емес адам денесіне кіріп кетеді. Шайтан деген сол жаман ойың дейді. Ал ол қанның бұзылғаннан болады дейді. Сондан қазіргі кезде мындай сөз бар ғой, адам нені жесе, ол сол дейді. Егер сен мысалы тамағыңа назар аударуың керек, халал тамақ ішуің керек, соған тырысу керек, сапалы өмір сүруге. Яғни қазіргі кезде жақсы өмір сүру үшін өмір сүру стандарттарын біз күшейтуіміз керек. Егер адам қара шай мен қара нанға қарап отыр, шүкір тәуба дейтін болса, ол енді мен сізге айтайын, ол мәдениетсіздік ол. Неге? Өйткені шүкір тәубаны біз қашан айтуымыз керек? Алла тағаланың рызық несібесін, шексіз рызық несібесін берген. Біз еңбегімізбен тауып, үздіксіз еңбек етіп, толассыз табыс тауып жатқан кезде шүкір деу керек та. Ал егер өзіңнің Алла берген, Құдай берген мүмкіндігіңді іске асырмай, жаудан қорқып, еңбектен қорқып, бас амандығын күйттеп, үйде отырып айтқан шүкіршілік, ол шүкіршілік емес, кешіріңіз. Ол Абай айтады ғой, өйтіп тірі болғаннан өлгеннің өзі жақсы дейді. Неге? Өйткені ондай жаудан қорқып, еңбектен қорқып, тірі болғаннан дейді, өлген жақсы. Неге? Өйткені ондай тірлік итте де бар дейді. Тірі деп кімді айтамыз дейді? Ол ақылдың сөзін ұғып аларлық жаны тірі адамды ғана біз тірі деп айтамыз дейді. Міне сондықтан қазіргі кезде неге біздің сапамыз төмендеп кетті? Неге денсаулығымыз біздің төмен? Өйткені неге біздің ал денсаулық немен өлшенеді? Ол ұлттың ғұмыр жасының ұзақтығымен өлшенеді. Қазір Жапонияда 100-ден асқан адамдардың саны 1 миллионнан асқан екен. Енді бір 10 жылдан кейін 2 миллионнан асады екен. Оның сыры неде сонда? Оның сыры дегенде жапондар ешқашан бір-бірінің көңілін қалдырмайды екен. Жапондарда жоқ деген сөз жоқ екен, сөз бе? Біз біріміздің көңілімізге қарамай жоқ деп сарт еткіземіз ғой, мысалы. Жоқ дейміз, мысалы. Қазақ айтқан жоқ деп айтпаңдар деген сөз бе? Жоқтың түбі жоқ болар. Сіз айтыңыз, ағай, сіздің мәселеңізді қарастырайық. Ақшам жоқ деме, мен қазір қаржылық тапшылық кешудемін. Немесе менің жадым, біреу айтады, мен ана жол пойызда бір әйел айтады да маған, орыс әйел айтады, менің жадым жаман болып кетті дейді. Мен айтам, сіздің жадыңыз жаман болып кеткен жоқ. Сіз еске түсіру қабілетіңізді мен дамытпай жатырмын деп айтуың керек та, сөз бе? Сонда адам жақсы сөйлеу керек. Бірімізді көңілімізді қалдырмауымыз керек. Неге? Өйткені сонда адамның денсаулығы артады. Денсаулығы артқаннан кейін ғұмыр жасың ұзарады. Біздің бабаларымыздың барлығы 100 жасаған ғой негізі. Бұхар жауап 113 жыл жасаған, не? Арғын бабамыз 113-те тоқал алған дейді. 113 жасында, сөз бе? Сіз ойлаңызшы, Машһүровтың шежіресінде сондай мәліметтер бар. Ал керек болса. Сонда қарасаңыздар, ол неге дегенде, ол біз ойлаймыз ғой. Бізде бәрі экологияға жабады да, экология жаман дейді. Экология. Жапондардың экологиясы қатып тұрған жоқ қой. Мәселе адамның ішкі экологиясында, адамның психологиясында, адамның дүниетанымына байланысты. Егер сен шын мәніндегі өзінің ішкі әлемінде лас болып жатса, сен денсаулығың жақсы болмайды, кешіріңіз. Денсаулық ол көңілдің хоштығына байланысты. Көңілдің хоштығы ол ешкімнің ала жібін аттамау, адал жолмен мал табу, ешкімге қиянат жасамау. Содан қазақ айтады, мына денсаулықты артатын нәрсе ол алғыс дейді. Алғыс. Машһүров атамыз айтады, алғыс түбі ақмай дейді, қарғыс түбі қараған дейді. Патолог анатомдармен сөйлестім, ол қараған деген не десем, қайтыс болған адамның қаны қап-қара болып кетеді екен. Сонда өлім деген сөз ғой. Сонда аталарымыз айтады, айналайын балам, жұрттан қарғыс алма, алғыс ал дейді.
Роза Бағланова 80 жастан асқан кезде Останкино башнясына шыққан екен да, мындай бик каблукпен. Сонда айтқан ғой, міне көрдіңіздер ме, мен осындай шығып тұрмын. Неге дегенде, мен кезінде халқымнан алғысты көп алып едім деп айтты дейді. Сөз бе? Сонда біз мейлінше алғыс алуымыз керек. Сонда денім саулығымыз артады, ғұмырымыз артады. Жақсы. Омар аға, жақсы әңгімеңізге көп-көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге де рахметімізді айтамыз. Ардақты тыңдарман, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді қазақ. Біздің арна әрдайым қосулы болсын дейміз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Микрофон алдында болған Ақбота Қанайқызы. Шалқар ұлттық арнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Келешегі кемел елдің кепілі, бірлігі бекем, өнегелі отбасы.